Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, видеоларыма лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Мен бүгін осындай бір керемет құрамы арзан шығатын торттың рецептісімен бөліскім келеді. Ең алдымен шалот кремін дайындаймыз. Мен мына жерде кремді жаңағы құрамдарын қазір жазып тұрмын. Мен салып атқаным видеоға түспей қалған қант, жұмыртқа және бір жұмыртқаның сарыуызын және де сүтімізді құйып баяу отта қайнатамыз. Бірінші қайнатып аламыз, отты сәл қаттырақ шығарып, содан кейін астын басып баяу отта үнемі араластыра отырып қойылғанша қайнатасыздар. Міне креміміз осындай қою болған кезде отты өшіріп, басқа ыдысқа құямыз кремімізді және де бетін жауып суытатын боламыз. Бетін пленкамен жапқан кезде міндетті түрде бетіне контакты тигізе отырып жабылуы тиіс, себебі бетіне қаймақ тұрып қалуы мүмкін. Мен мына жерде жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп алдым. Бұл жерде менде 6 жұмыртқаның ақуызы бар және де 5 жұмыртқаның сарыуызы бар. Жаңа бір сарыуызды біз кремге қосып жібердік. Сол себепті де бұл жерде 5 жұмыртқаның сарыуызы тұр. Және де қантымыз керек 150 грамм, және сондай-ақ ұнымыз бен разрыхителіміз керек. Қопсытқышымыз керек. Енді қазір бірінші біз ақуызымызды миксерімізге қойып, сәл ғана тұзымызды саламыз және де көпіргенше миксермен соғып бастаймыз. Міне осылай пена болып бетіне көбік шыққан кезде қантымыздың тек қана 100 граммын ғана саламыз ақуызымызға, жайлап суға отырып миксерлей береміз. 50 граммды қазір сарыуызбен соғуға алып қоямыз. Осылай ақуызға 2-3 бөліп салып, жайлап себелеп отырып, және ақуызымызды қою меренгеге айналғанша соғып аламыз. Міне осындай қою масса шығады. Енді біз қазір сарыуызымызды егер сіздерде миксерлеріңіздің ыдысы біреу ғана болса, онда жаңа ақуызды басқа ыдысқа салып алып, сарыуызды қайта соғуларыңыз керек болады. Менде бұл жерде миксерімнің ыдысы 2. Яғни 2 ыдыс болған соң жерде маған ыңғайлы. Жаңа сарыуызымды қалған қантымен салып алдым. Бұны жаңағыдай қолдан жаңағыдай миксермен де жасауға болады. Бұл тортта ешқандай қиындығы жоқ. Енді шыққан меренгімізді жаңа араласқан сарыуызымыздың үстіне 2-3 рет бөле отырып, аз-аздан сала отырып, жайлап астынан үстіне қарай басып алмай араластырамыз. Осылай екі массамыз біріккеннен кейін енді ұнымызды да жайлап електен өткізіп алып, салып, осы ұнымызды да астынан үстіне қарай басылмайтындай қылып жайлап қана араластырып аламыз. Осылай қою массамыз, яғни біздің піскіретін бисквитіміз дайын болады. Енді қазір осы массамызды 24 диаметр формада құямыз формамызға және оны 150 градуста қызып тұрған пеште 35 минут пісіріп алатын боламыз. Енді біз пропиткаге суымыз бен қантымызды бірдей мөлшерде осылай құйып алып, қазір отта баяу қайнатып аламыз. Бұл жерде судың қайнауы маңызды емес, тек қана қантымыз әбден ерігенше қарап тұрамыз. Міне қантымыз әбден еріді, болды. Басқа ыдысқа құйып, бұл пропитканы суытып қоятын боламыз. Енді қазір міне бисквитіміз пісіп шықты. Кольцадан алып тастап, әбден суын күтеміз. Міне қазір енді бисквитім уже полностью суыды. Енді міне керемет көтерілген, өте жақсы бисквит шығыпты. Енді осыны дәл 2 бөлікке бөліп аламыз. Енді қазір кремімізді соғамыз. Бұл үшін 150 грамм сары майды, комнатный температурада жібіп тұрған сары майды бірінші өзі миксерлеп аламыз.
Енді мына жерде менде жаңа қайнатып қойған заварной кремім бар, яғни шалот кремім. Енді соны әбден суыды. Енді оны қазір осы сармайдың үстіне салып, біріктіріп, шалот кремін толықтай дайындап шығарамыз. Енді қазір бисквитімізді видеодадай жинаймыз. Жаңа бірінші слой бисквитімізді қойдық. Пропитка жасау міндетті. Осылай пропиткамызды жақсылап жасап алғаннан кейін креміміз менде тең өлшегенде 360 грамм болды. Яғни мен 180 граммнан 2-ке бөліп алдым. Осылай 180 граммын салып алып, тортымызға айналдырып жағып шығамыз. Және де екінші бисквитімізді қоямыз үстіне. Оған да міндетті түрде пропитка жасаймыз. Бисквитіміз яғни құрғақ болмау керек. Және қалған кремді бетіне салып, қазір тортымызды тегістейтін боламыз. Бұл жерде менде арахисті міндетті түрде жуып алыңыздар. Әбден жақсылап жуып, пеште 10-15 минут кепкенше әбден қыздырып аламыз. Және сәл ғана блендерге 1-2 айналдырып уатып алдым. Өте көп ұстауға болмайды, себебі өте уақ болып кетуі мүмкін. Және тортымызды осы арахиспен қаптап аламыз. Міне тортымыз дайын болды. Өте әдемі торт болды. Қазір үстіне қант ұнтағын сеуіп шығамыз. Міне қараңыздар, өте керемет торт. Мен бұны бір түнге холодильнигіме қойып қоямын. Сіздер де жасап көріңіздер, жақсы пайда келтіретін өте табысты торт.